Деген көп адамдар ойлайды, баспалдақтың сапасы деп айтады ғой. Жалпы сапа дегенде не елестейді? Көп адамдар ойлайды, сапа дегенде мынау бір мықты темір сияқты деп қана ойлайды. Жоқ, сапа деген тек ол емес. Бұны любой деспіден салса да, фанерадан салса да, ағаштан салса да, бұл сынбайды. Бұл әдемілік үшін тұрады ғой негізі жалпы. Бірақ өзінің сапасы болады. Енді қараңыздар, жалпы сапа дегенде міне мынандай тонкий жұмыстар бар, қазір көрсетіп берейін. Негізі көп адамдар осы лестница жасаған кезде, көп жерде, мысалы мынау міне былай киіледі, қараңыздар. Бізде каждый міне замокпен ғой, қараңыздар. Мынау былай киіледі. Міне осылай киіледі, көрдіңіздер ме? Енді мына окантовкасы дейді ғой, бізде мына жеріне угол жабыстырмаймыз. Біз осылай целый саламыз. Бұл сол кезде не болады? Визуальный әдемі көрінеді. И мына жағынан емдефті қаптаған кезде, мына осылай шов болмайды. Как заводской болып жүреді ғой міне баспалдақтар. Сондықтан осындай нюанстардың барлығы сапа деп айтады. Ал бұның бәрін келтіріп жасау үшін бұны ең жоғарғы мастерлар жасайды ғой. Сондықтан жалпы бұл баспалдақтың жасалуы ол тікелей мастерға байланысты. Ал жалпы мына ағашын қоя салу ол өз қолыңыздан келеді. Мысалы, Leroy Merlin деген магазинға барсаңыз, мыналар сатылып жатыр. Алып қоя салсаңыз болады. Бірақ көп адамдар міне осындай тонкий жұмыстарын келтіре алмайды. Ал егер осының біреуін дұрыс жасамасаңыз, вроде лестницаңыз бар, бірақ бітпеген жұмыс екені көрініп тұрады, қисық құсап. Сондықтан бұл лестница деген, бұл тек қана баспалдақ емес, бұл деген мебель ретінде тұрады ғой. Мысалы, мебель қалай четко тұру керек, бұл жерде дәл сондай. Зазорлары, стиктары өте әдемі, аккуратно болу керек. Сол кезде басы бар, аяғы бар, бір әдемі мебель ұқсап тұрады ғой. Сондықтан сапалы лестница қалай таңдаймын десеңіздер, біздің парақшаға тіркеліп алыңыз.